Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай греческий салат, яғни грек салатын жасайтын боламыз. Қарапайым қияр және қызанақ салатынан қарағанда өте ерекше және де бір толыққанды салаттың орнын алады. Бізге керек азық-түліктердің барлығы осы видеода тұр. Бұл азық-түліктер бұл салаттың 2 порциясына арналған, ал фитакса ірімшігінің жартысын қолдандым. Ең алдымен салат жапырағын жуып, суын кішкене кептіріп, осылай қолмен үзіп шығамыз. Қалған көкөністердің барлығын кішкене майдалап және қиғашынан турап шықтым. Болгар бұрышының жасыл түсін қолдандым. Қиярды да қиғашынан турап алдық. Қызанақты да тазартып, оны да орташа бөліктерге бөлдім. Кішкене пиязды алып, оны ең жұқа бөліктерге турап шықтым. Фитакса ірімшігінің орнына сүзбелі ірімшікті қолдансаңыз болады, ең соңында қойып шықсаңыз дәмі жақсы болып шығады. Зәйтүндерді де жеуге ыңғайлы болу үшін майдаладым және укропты да ең майдасына турадым. Барлығын қосып, бір шетке алып қойдым. Бұл салатты зәйтүн майынан жасаса өте дәмді болып шығады. Үстіне қара бұрыш, тұз және де базилик болса, базиликті салып, барлығын араластырып шығамыз. Қатты мұжбай, жеңіл ғана араластырамыз. Мінекей салатымыз дайын болды. 2 порцияға салып шықсаңыз болады. Мен бір үлкен тарелкаға салып шықтым. Дәмі өте дәмді болып шығады. Қарапайым салаттан қарағанда осындай толыққанды салат жасап үйренсеңіз, сізге қонақ келгенде жеңіл болады. Егер каналым ұнап жатса, маған лайк басуды ұмытпаңыздар.